Сәлем достар, бүгін сіздермен жұмсақ әрі дәмді вупи пай тортын дайындайтын боламын. Менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Қажетті заттардың барлығын дайындап алдым. Оның 200 грамм. Оны електен өткізіп қойдым және 150 грамм қант, 40 грамм какао және 50 грамм зәйтүн майы, 10 грамм қопсытқыш, 150 грамм шоколад және 4 жұмыртқа. 150 грамм шоколадқа 50 грамм зәйтүн майын құйып, микроволновкада ерітіп аламыз. Немесе су буында ерітуге болады. Құрғақ заттарды араластырамын. Ұнға какао саламыз және қопсытқышты салып араластырып аламыз. Шоколадымыз суыды, міндетті түрде суыған болу қажет, ыстық күйінде қолдануға болмайды. Үстінен қант салып, қантымыз ерігенше араластырамыз. 4 жұмыртқаны салып, бір келкі масса болғанша араластырып аламыз. Енді онды електен өткізе отырып, екіге бөліп саламыз. Барлығын бірден салуға болмайды. Біздің массамыз дайын болды. Енді оны пісіріп алу үшін пергамент қағазын осылай формаға өлшеп, дөңгелектеп аламыз. Немесе қағазға қаламмен сызып алсаңыздар да болады. Менде тортымыз 4 қабаттан тұратындықтан осындай 4 қағаз жасап алдым. Енді 2,5 ас қасықтан салып аламыз. Бетін бір керке етіп тегістеп, қызып тұрған пеште 180-200 градуста 10-15 минут пісіріп аламыз. Корждарымыз пісіп шықты. Енді ыстық кезінде артық жерлерін кесіп алып тастаймыз. Корждарымыз дайын. Менде осындай 4 корж шықты. Енді оны суытып аламыз. Келесі кремін дайындаймыз. Мен 500 мл салқын сливкемізді миксерлеп алдым. Ол осындай қою болады. Енді құрғақ ыдысқа құямыз. Кілегеймен жұмыс жасау видео рецептісін мен астында описанияда сілтемесін қалдырып кететін боламын. Сливкейдің үстінен сахарный пудрамызды електен өткізіп миксерлеп аламыз. Енді творожный сырды салып, крем өзінің формасын ұстағанша миксерлейтін боламыз. Тортымызды құрастыратын боламыз. Мен жан жағына былғанбас үшін қағаз қойып алдым. Енді бірінші коржды қойып, насатканың көмегімен осылай артқа қарай тарта отырып, шариктер жасап аламыз.
Тортымызды жинап болдық. Енді бетін әсемдеу үшін 100 грамм шоколадқа 30 грамм сұйық майымызды құйып ерітіп аламыз. Шоколадымыз міндетті түрде суыған болуға қажет, ыстық күйінде құюға болмайды. Егер ыстық күйінде құятын болсақ, онда креміміз еріп кетеді. Осылай бетін тегістеп шығамыз. Біздің Whoopie Pie тортымыз дайын болды. Егер рецепт ұнаса, лайк басып тіркеліп кетіңіздер, және жаңа шыққан видео рецепті өткізіп алмау үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар.